Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай жаңа жылдық салат жасалу жолын көрсетемін. Осындай салат болып шығады. Шырша салаты. Оған керекті заттарым: сәбіз, жұмыртқа, ірімшік, картоп, укроп, краб палчыклері, қызылша. Қызылшадан мен жұлдызын жасадым, сәбізден де жасадым жұлдызын. Осылардан дайындаймыз. Әуелі ірімшігімізді уақтап турап аламыз. 4 бұрышты қылдырып, кубиктап бәрін тураймыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Жеңіл салат. Жасай қоюға ыңғайлы. Көп затты қажет етпейді. Жеңіл салат. Осылай бәрін 4 бұрышты қылдырып турап аламыз. Енді краб палчыклерін тураймыз, таяқшаларын. Оны осылай сақтап тураймыз. Қолдағы бар заттармен шығады, жасай беруге болады. Краб таяқшалары. Енді жұмыртқамызды тураймыз. Оны да сақтап турап аламыз. Енді картофелімізді тураймыз осылай сақтап. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Жақсы, дәмді болып шығады. Енді сарымсағымызды тураймыз, ұсақтап. Үткіштен де өткізуге болады. Үткіштің уақ түрінен, ұсақ түрінен де өткізе берсеңіздер болады. Әбден ұсақтап жатырмын. Енді сәбізімізді тураймыз. Сәбізімізді, картофелімізді, морковымызды бәрін қайнатып аламыз. Пісіріп. Піскен морковтар, сәбіздер. Суға пісіріп алған.
Енді бәрін бір-бірлерine қосып араластырамыз. Тұзын саламыз, бұрышын саламыз, қалауларыңыз бойынша майонезін саламыз. Енді осыны араластырамыз. Әбден бәрін араластырып аламыз. Енді осыдан қолымызға дөңгелетіп алып, шыршаның формасын жасаймыз. Үшбұрышты қылдырып. Бәрін осылай бірінші жасап алдым. Осындай етіп бәрін жасап алып аламыз. Үшбұрышты етіп жасаймыз. Шыршаның формасындай қылдырып. Оны осылай, менде кепкен ас көк, сіздерде балығын ас көк болса да болады. Менде осылай етіп жасап аламыз. Ас көкке аунатып аламыз. Мен астын ұстап тұру үшін астына печенье қойдым. Міне осылай бәрін жасап аламыз. Бәрін біріктіріп, үшбұрыш форма жасап аламыз. Міне жасап алған формаларым. Шырша формасы. Енді осыны ас көкке аунатып аламыз. Менде кепкен ас көк. Осылай аунатып жасай береміз. Осылай қылып шырша жасаймыз, шырша салатын. Осындай болып жасап шықты. Енді мен осыған қызылшадан моншақтары жасадым. Сәбізден, болгар бұрышының қызылдары. Осыны енді осы моншақтарды тіземіз. Ол өз қалауларың қоймасаңыздар да болады. Мен сәбізден осындай жұлдызша жасадым. Оны тіс шұқитын таяқшалармен орналастырамыз осылай. Сәбізден, сосын қызылшадан жасадым жұлдызды. Міне қызылшадан жасаған жұлдызым. Мына сәбізден жасалған жұлдыз.
Қызылшадан жасалған моншақтары. Уақтап турап осылай жабыстырасыздар. Қызанақтан да жасауға болады. Осындай қызыл төрт бұрышын кесіп аласыздар, уақтап, ұсақтап. Сәндеп жатқан шыршам. Міне осындай шырша салаты шығады. Жасауға жеңіл, жеуге тартымды. Осындай болып шығады. Міне жұлдызым қондырған. Арасы осындай болып шығады. Керемет, дәмді, тартымды салат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Рахмет баршаға.